Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді қатпарлы самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Және де мен сіздерге самсаны 7 түрлі түйу әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Олай болса, біз ең алдымен самсамыздың қамырын илейміз. Біз слоеный тесто жасау үшін, яғни қатпарлы қамыр шығу үшін бізге осындай маргарин для слоеного теста деген қажет. Оны осылай ұндап отырып, үкіштен өткізіп аламыз. Міндетті түрде осылай үкіштен өткізген кезде ұндап отырып өткізген дұрыс. Мінекей майымыздың барлығын үкіштен өткізіп алдық. Енді кезекте жылы суға 1 қасық майонез саламыз, қантымызды, тұзымызды саламыз және 1 жұмыртқаны салып, араластырып дайындап аламыз. Қасықпен араластырып, қантымыз бен тұзымызды ертіп аламыз да, енді осының барлығын жаңағы маймен ұнымызға құйып илейміз. Суымыздың барлығын құйып аламыз да, бізде қамыр пайда болғанша жақсылап илейміз. Мінекей бізде осындай үлкендеу қамыр пайда болады. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Жаңағы үлкен қамырдан біз 3 рет самса жасайтындай тесто дайындап қойдық. Оның біреуін қазір жасап көрсетемін, екеуін морозилькке қатырып қоямын. Біздің қамырымыз дайын. Енді біз самсамыздың ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды осылай ұсақ қылып, 4 бұрышты қылып тураймыз. Туралған сарымсақтарымызды жаңағы фаршымызға қосамыз да самса жасаймыз. Мінекей енді тұзымызды саламыз, қара бұрышымызды саламыз да, барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің самсамыздың начинкасы да дайын болды. Енді кезекте самса тию жолдарын көрсетемін. Жаңағы бір қамырымыздан бізде 20 штук самса шығады. Ең алдымен осылай самсамызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Осылай бөліп аламыз да домалатып дайындап қоямыз. Мінекей қамырларымызды осылай дайындап аламыз. Енді кезекте пергамент қағазын немесе фольганы осылай противенімізге салып, төсеп дайындап қоямыз. Енді қамырларымызды ұндап отырып, оқтаумен домалатып жаямыз. Қамырларымызды қалыңдау қылып жаямыз, қатты жұқа болып кетпеуі керек. Енді ішіне начинкамызды саламыз да түйіп көрсетемін. Ең бірінші осылай түйеміз. Бұл самсамыздың бірінші түрі 3 бұрышты самса. Енді самсамыздың екінші түрі тура жаңағыдай 3 бұрышты қылып аламыз да, шет-шетін 3 бұрышын өреміз. Бұл самсамыздың екінші түрі, осылай жасасаңыздар да болады. Осылай сыртқа қарай өрсеңіздер де, ішке қарай өрсеңіздер де болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасауға болады. Енді самсамыздың үшінші түрі, осылай екі жақ шетін біріктіріп аламыз да, қолымызбен осылай өреміз. Жасап көрсеңіздер, оңай,
тез үйреніп алуға болады. Мінекей бұл біздің самсамыздың 3-ші түрі. Қамырларыңыздың барлығын осылай мен сияқты жайып алып, бірақ жасасаңыздар болады, немесе бір-бірден жайып отырып жасасаңыздар да болады. Ендігі кезекте мен самсамыздың 4-ші жолын көрсететін боламын. Ол үшін осылай міне бүгіп аламыз да қолымызбен басып домалақ самса жасаймыз. Бұл самсаның да түрі өте оңай. Осылай жиырып қолымызбен бүгеміз де үстінен басып домалатып жасаймыз. Ендігі кезекте самсамыздың 5-ші түрін көрсетемін. Ол үшін осылай екі жақ шеттерін біріктіріп аламыз да 4 бұрышты самса жасаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл самсаның да жасалу жолы оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендігі кезекте самсамыздың 6-ші түрін түйіп көрсетемін. Ол үшін екі қолымызбен осылай өруге болады. Мінекей осындай самса шығады. Егерде бұлай өрген қиындау болып жатса, онда екі қолымызбен осылай өруге де болады. Енді самсамыздың соңғы 7-ші түрін түйіп көрсететін боламын. Ол үшін қамырымызды жартылай біріктіріп аламыз да, астындағы қалған жартысын астыға қарай бүгеміз. Жаңағы біріктірген жерімізді қолымызбен осылай өреміз. Мінекей самсаны осылай да түйуге болады. Бұл біздің самсамыздың 7-ші түрі. Самсамыздың бұл түрінде тағы бір жасап көрсетемін. Мұқият қарап алыңыздарды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей біздің самсаларымыз дайын болды. Енді бетіне жұмыртқа жағамыз да духовкада 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Самсалардың бетіне қалауларыңыз бойынша мак себуге, кунжут себуге болады. Мінекей біздің қатпарлы самсаларымыз дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Әлі де көп пайдалы рецептер күтіңіздер.